Жер бетіндегі әрбір ұлттың өзіндік болмысы, табиғи сипаты бар. Дәстүрлі қазақ қоғамы қашанда бөріктілерді пір тұтқанмен, бұрымдыларды төмендеткен емес. Халқымыз қызға бір отбасының ғана емес, бір рулы елдің, қала берді ұлттың ар намысы деп қараған. Сондықтан теріс мінез, оғаш әрекетіне 40 үйден тыйым салған. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алып, қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі насихатталған әйелдер форумында ұлттық болмысымыз дәріптелді. Жаһандық қатерге тойтарыс беру үшін білім керек, жұтылмау үшін бірлік керек деген ой саналарға шегеленді. Жусан операциясы болды. Содан Атырау облысына 24 әйел адам, 7-8 ер адам, 80-ге жуық балдар келді. 80% олар, одан да көп болмаса, білім алмаған. Біреулер школдар тіпті 9-шы класс бітіргенде кетіп қалғандар бар. Жанұяда 3 балаға 3 бағытта тәрбие беруге міндетті түрде. Ол салт дәстүр, ол рухани тәртіп, тәрбие, ол бағанағы отаным, жерім деген патриотизм сезімді. Қазір елге оралған келіншектердің дені жаңа мамандықты игеріп, шағын кәсіптерін ашуда. Оларға әділдігін айтып, ұлтына рухани ұстаз болған. Әулеттің киелі отын сөндірмей, дуалы сөзімен ұрпақ тәрбиелеген. Дара өнерімен әлемді бағындырған кемеңгер қазақ әйелдерінің ерлігі кеңінен насихатталуда.